аналар, қыз келіншектер, апалар, сіңлілер, мүмкін жігіттер де бар шығар араларыңызда. Біздің 8-ші бағдарламаға қош келдіңіздер. Жақсы білесіздер, Алтынай екеуміз міне 2-ші апта, 3-ші апта болды. Өзіміздің үйдегі жаттығуларымызбен бөлісіп келеміз. Біздің жаттығуларымыз Табата системасымен құрылған. Өйткені Табата системасы қазіргі таңдағы ең актуалды системалардың бірі. Яғни артық салмақтан арыламыз, жүректің жұмысын жақсартамыз, төзімділікті арттырамыз және де жалпы дене бітімімізді ретке келтіреміз. Біздің бағдарлама 3 аптаға созылады. Әр аптада біз сізбен 3 рет жолығып, әрбір бағдарламада 20-25 минут бойы сіздермен бірге терлеп, тепшіп, осы жерде басынан аяғына дейін үзбестен спортпен шұғылданамыз. Біздің бір бағдарлама 4 табатадан тұрады. Әр табатада 2 жаттығуды 4 қайталап істейміз. Ортасында 2 минуттық үзіліс болады. Достар, сіздерге бәрін ашып айтып қажет емес, өйткені біздермен қанша күндер бойы бірге спортпен шұғылданып келе жатқан жандар бар. Оларға әрине респект. Ал кеттік, ал суды дайындаймыз және қыздыру жаттығулары. Денеміз қытырлап. Ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Өткені. Сондықтан да қыздыру жаттығулары біздің спорттың басында болады. Әр кез келген спорттың басында қыздыру жаттығулары болады. Өкінішке орай 8-ші бағдарлама, Осыдан кейін соңғы бағдарламада сіздермен жолығамыз. Бірақ достар, біз бұл жалпы біздің миссиямыздың толық аяқталғаны деп ойламаймыз. Біздер ары қарай да мүмкін жалғастырып, одан да қызығырақ спорт түрлерімен сіздермен онлайн жүйеде айналысатын боламыз. Сондықтан да әрқашанда біздермен бірге болыңыздар. Біздің YouTube каналымызға тіркеліңіздер. Бізден келген жаңа жаңалықтар сіздерге хабарлама беріп тұрады. Негізі енді 8-ші бағдарламаға келдік қой достар. Жалпы осы бағдарлама туралы өзіңіздің ойыңыз, қандай нәтижеге жеттіңіз, кім қанша салмақ тастады, бәлкім біреу 3 килограмм, бәлкім біреу 4 килограмм, бәлкім біреу 2 килограмм тастады, ол туралы да жаза кетіңіздер. Өйткені біздер осы біздің 1-ші бағдарлама болғаннан кейін сіздермен бірге осы біздің қалай деп айтсам болады, байланысымыз қалай өтті екен, соны біліп отыру біз үшін өте маңызды. Егер де сіздің нәтижелеріңізге қарап, біз келесі қандай бағдарлама жасаймыз, сол туралы ойланатын боламыз. Егер де сіздер үшін осы бағдарлама ең нәтижелі болатын болса, десең, Кетті, бірінші жаттығуымыз біздің. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Қай жерде тоқтадық, сол жерде тоқтаймыз. Және бізде 2-ші қайталау. Кеттік достар. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Керемет. Жақсы жаттығулардың бірден бірі. 1, 2, 3, 4. Тіземізді жоғарырақ көтереміз. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Және 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Яғни бізде қазір 4-ші қайталау достар. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
5 рет. 1, 2, 3, 4, 5. Kettik, turdik. Qaytadan жатамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Шатысып кетіп жатсаңыздар ештеңе етпейді. Ең бастысы тоқтамаңыздар. Әркім өзіне ыңғайлы жылдамдықта. Кеттік төмен. 1, 2, 3, 4, 5. Кеттік тағы да. Асықпай түсеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Ай, керемет. Достар, егер қиын болса, тізеге тұрамыз. Тізеге тұрып, төмен түсеміз. Кеттік. Асықпай. 1, 2, 3, 4, 5. Тағы да. 1, 2, 3, 4, 5. Және де алда 4-ші қайталау. Тез ғана бітіп қалды, иә? Азғандай қайталау. Бірақ мен терлеп бастадым. Менде ең бастысы ол техника достар. 1, 2, 3, 4, 5. Кеттік, түсеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Керемет. Бірінші табаты аяқталды. Су ішеміз. Бірінші 2 минуттық үзіліске де келіп жеттік. Осындай кезде прямой эфир болып жатса, осындай үзілістерде сіздермен тікелей әңгіме соғатын, сіздермен тікелей сөйлесетін. Алтынай сөзің аузында менде бір тамаша ой бар. Бізде бұл видеоның астында сұрақтар өте көп, иә? Шамамыз келгенше жауап беріп жатамыз, бірақ егерде сіздердің осы сұрақтарыңызға біз спорттың барысында емес, отырып, кәдімгідей ойымызды тиянақтап, жақсылап әңгіме ретінде сіздерге жауап беріп отырсақ, қалай қарайсың? Өте жақсы ой деп ойлаймын мен. Сіздерден ең көп келетін сұрақтар әрине біздің бағдарламаға байланысты, және де екінші орында ол дұрыс тамақтану. Иә, дұрыс тамақтану. Әркімнің өзінің тамақтану системасы бар, және де бүгінгі таңда дұрыс тамақтану жөнінде қағидалар өте көп. Алтынай екеуміздің де ұстанатын бір өзіміздің ережелеріміз бар. Сіздерге қызықты болса, біз алдағы уақытта міндетті түрде бөлісіп кетеміз. Ол сіздердің өздеріңіздің қалауларыңыз, сіз бізбен келіссеңіз де болады, келіспесеңіз де болады, артымыздан ерсеңіз де болады, ермесеңіз де болады. Бірақ қалай болғанда да біздің міндетіміз сол ақпаратты сіздерге жеткізу. Иә. Бізде 25 секунд уақыт қалды. Бізде келесі табата. Жамбас бұлшықеттеріне арналған жаттығудан басталады. Мән беріп қарап алыңыздар достар. Дайын болайық, яғни тізеге отырып, қазір тізеден тұру арқылы бұлшықеттерімізді жаттықтыратын боламыз. Ал кеттік. Қалай ыңғайлы, солай жасай берсеңіздер де болады. Мен жалпы өзім қолымды түсіріп жасаймын, өйткені меніңше ол маған көмектесетін секілді. Аяқты ауыстырып тұруды ұмытпайық достар. Керемет. Мен мысалы қазір тек қана оң аяққа істедім. Енді сол аяққа. Сіздер алмастырып тұрсаңыздар болады. Мен бірден алмастырып бастадым, мысалы. Сондықтан да екеумізге қарап шатасудың қажеті жоқ. Керемет жаттығу. Жеңіл жаттығуға жатқыза алмаймыз. Жатқыза алмаймыз. Қайдағы жеңіл? Бізде 8-ші бағдарлама достар. Ал кеттік 3-ші қайталау. Аяқ бұлшықеттері
қызып жатыр. Айтпа. Өте керемет қызып жатыр. Әсіресе мына жердегі мына сандарымды өте қатты сезініп жатырмын. Және соңғы қайталауымыз. Кеттік бізбен бірге. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ай, аяғым. 1, 2, 3. 1, 2. Керемет. Келесі велосипед на планке, да? Деп аталады. Бұл жеңіл жаттығу емес, достар, я білеміз, өте ауыр. Өйткені біріншіден планкада тұрмыз, екіншіден велосипедте кетіп бара жатырмыз. Демалыс. Шыны керек мен қара терге түстім. Ал кеттік бізде екінші қайталау. Үш бұлшықеттерін тартыңыздар, достар. Білмеймін, қай жерім қатты ауырып жатқан, қолымда, аяғымда, ішімде. Бәрі бұлшықтар іске керісіп жатыр, иә? Бұл бізде үшінші ғой, иә? Иә. Масқара. Ай, қолым-ай. Соңғы рет, сосын демаламыз. Кеттік, тоқтамаймыз. Болды, өштім мен. Менде. Керемет су ішіп алайық. Мен мұндай ол шаршамаған негізі. Оның алдында бағдарламаларда мен де келісемін толықтай. Теріміздің ағып жатқаны осы бағдарламада енді көрінуі мүмкін әбден. Төзімділік артқанымен қоймай, бізде жаттығулар да күрделене түсуде. Сондықтан да әр бағдарламада алып жүрген осы еңбектерімізді біз соңғы бағдарламаларда да алуымыз қажет. Бізде келесі табатымыз пресске арналады екен. Айтпақшы, комментариялардың ішінде көрген тағы бір ұсыныс, сұраныс, бұл келесі бағдарламаны іштің бұлшықеттер, яғни прессті қалай жақсырақ шығаруға болады, Қалай да жақсы, иә. Сондай сұрақтар болып жатыр. Міне көріп тұрсыздар, қазір үшінші бағдарламада біздің кәдімгідей пресске үлкен көңіл бөлінеді. Негізі шыны керек Қамшат, біз осы бағдарламаның ішінде прессті неше түрлі жаттықтырдық. Сондықтан да егер де пресске мән бергіңіз келсе, бірінші бағдарламадан бастап әртүрлі пресске арналған жаттығуларды күніге жасасаңыз болады. Яғни кейбір жаттығуларда, мысалы, адам бұлшықет жеңе алмесе, күнде жаттығуға болмайды, иә? Бірақ ол пресстің жаттығуларына арналмаған. Яғни прессті күнде жаттықтыра берсеңіздер, тезірек нәтижеге жетесіздер. Өте дұрыс. 10 секундтық уақыт қалды. Кеттік. Пресс из стороны в сторону. Оны біз алты бағдарламада істедік, Иә, естеріңізде болса. Қатып жүрдің астында.
Бірінші қайталау. Алда тағы 3 қайталау. Кеттік, кім пресс жаттықтырғысы келді? Демалуға ұмытпаймыз. Мен жаттықтырайыншы. Рұқсат болса. Кішкене ғана 10 секунд демалыс. Ал, кеттік. Керемет! Алда тұрғанша қайталау. Берілмеңіздер, достар. Қанекей бізбен бірге. До конца! Иә. Келесі жаттығу. Пресске. Иә. Пресс. Планкада. Бірақ қимылдап тұрып. Планкада. Ал ешқа. Өксемізді оң жаққа, сол жаққа тегіземіз. Немесе почти тегіземіз. Бұл да бір жаңа жаттығулардың бірі, иә. Бұған дейін біз жасаған жоқпыз. Керемет жаттығу. Кеттік. Алда тағы 2 қайталау бар. Сөйлеуге шамам жетпей жатыр. Иә, менің де. Төртіншісінде жай ғана планкада тұрып көреміз ба? Сөйтеміз ал. Бұл жай ғана планка болса да өте нәтижелі. Кеттік. Өте жұмыс жасап кеткен секілді қазір. Бәрекелді. Жарайсыңдар. 3-ші табат аяқталды. Енді алда бізде 4-ші табат, яғни 1-ші раундтағы жаттығуларды қайталау. Достар, алып жатыр. Иә, менің де. Әсіресе мына көзге тиген кезде өте қатты ашытады екен. Сіздерде қандай әсер? Достар, көбірек жазыңыздар, өздеріңіздің алған әсерлеріңізді. Кейбіреулеріңіз жазып жатсыздар, 1-ші, 2-ші бағдарламада қиын болды, бірақ кейін 3-ші бағдарламада жеңілдік сезіндім деп. Я, ол солай болу керек. Егерде оған дейін спорт өмірімізде өте аз немесе болмаған болса, әрине 1-ші, 2-ші бағдарламаларда кішкене қиынға соғады, бірақ міндетті түрде тастап кетпеңіздер. Соңына дейін алда жаз, мотивация көп, жалпы әдемі сымбатты дене және де денсаулық, мықты денсаулық, оның барлығы үлкен еңбекті қажет етеді. Сондықтан да бүгінгі күніміз ертеңгі күнге деген бір инвестиция, бүгінгі күндегі іс-әрекеттеріміз. Бізде 30 секунд уақыт қалды.
Кеттік, демалайық терең. Бізде 10 секундтай уақыт қалып жатыр, достар. Төртінші табатыда біріншісіне қайталаймыз. Есіңізде ғой, jumping jacks және секіреміз. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұл өте жақсы аяқтау деп өзім ойлаймын. Яғни осыған дейінгі жасаған жаттығуларымыздың бәрін орысша айтқанда закрепляйық. Мен сені тыңдайын. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Және де алда үшінші қайталау. Сағаттамасақ шатасып кетеміз, иә? Қанекей бізбен бірге. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Төртінші қайталау. Демалыңыздар, достар, терең-терең. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Артыма бітпеді ма? Алға кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Тұрамыз. Және жайлап түсеміз. 1, 2, 3, 4, 5. Тез жатсаң, я. Ал кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы 2 қайталама. 1, 2, 3, 4, 5. Және тағы да. 1, 2, 3, 4, 5. Достар, соңғы қайталау. Сонда Және біз молодец болыңыз. иә. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бітті! Құттықтаймыз! Қиын бағдарлама болды негізі. Иә. Су ішеміз және созылу жаттығулары. Басқаша аты рахаттану жаттығулары. Иә. Ал кеттік ақ. Іштің бұлшықеттерінен бастайық. Асықпаймыз. Жақсылап демаламыз. Кеттік. Арқа, иық, қолдың бұлшықеттерін созамыз. Асықпаймыз.
омыртқамызды сеземіз. Кетіп қолымызды созайық. Осыдан кейін салқын су, салқын душ. Қандай керемет, және де жаз ғой, кешке қарай далаға шығып серуендеп қайту аулада. Маңғыстаулықтар теңіз жағасына барады. Айтпа, деме қандай рахат. Теңізге түсіп. Кеттік, аяғымызға аға созайық. Аяғымызға қарай еңге оқ. Бұл жаттығуды жасамағанымызға біраз болған сияқты. Сіздердің растяжкаларыңыз қалай, достар? Қаншалықты алға қарай еңге аласыздар? Керемет, біз жайлап пульсымызды төмен түсірдік. Бір жалпы қара терге түстік. Біз 8-ші бағдарламаны сіздермен бірге аяқтадық. Құттықтаймыз, достар. Жарайсыздар. Бәрекелді, керемет, тамаша, суперсыздар. Ал енді біздің соңғы 9-ші бағдарламаны толысыңыздар, және біздің YouTube каналға жазылуды, қоңырауға басып қоюды ұмытпаңыздар. Өйткені келесі бағдарлама іштересіз уақытылы біліп отырасыздар. Ал жақсы, бізді көріп отырған әрбір көрерменге тілеріміз Сау бол, және де сау бол.